Так, бізде ресепшн осы жақта. Онда тамақтанатын жер. Үш түрлі градустағы екен осындай су. Ассалаумалейкум достар. Керуенші бажайында трехместный полулюкс, раздельный 3 кроватьпен сол номерге обзор жасаймыз. Есіктер картамен ашылады. Светлый дизайнда 3 раздельный кровать. Осындай тумбочка қарастырылған, телевизор интернетке қосылған, смарт кувшин қарастырылған, фен қарастырылған. Осындай керемет подставка, кондиционер бар. И осындай мини холодильник достар. Шкафтың ішінде қосымша көрпе, халат. Не халат, аппақ халат. Екі түрлі полотенце көрсетейін сіздерге. Міне. Осындай екі түрлі полотенце беріледі. Санузелге обзор жасаймыз. Санузел осындай. Так, достар, бұл баға бізде 18 мың теңгеден болады. Полулюкс трехместный. Пенсионерлерге 17 мың теңге деп айтсақ болады. Оразадан кейін, 2026 жылғы оразадан кейін баға кішкене көтеріледі достар. Сау саламат болыңыздар. Осындай дизайн. Санаторийда лифт қарастырылған. Қайырлы күн баршаға. Керуенші бажайында двухместный полулюкс, раздельный кроватьпен, яғни жеке төсекпен қазір обзор жасаймыз. Барлық бөлмелер осылай картамен ашылады. Кірген кезде сізде осындай әдемі шкаф қарсы мини холодильник қарастырылған, раздельный кроваттар, матрас. Достар, ортопедический белді ауыртпайды. И осындай екі тумбочка. Телевизор, смарт, интернетке қосылған, чайник қарастырылған и электрический чайник, кувшин. Астында фен бар, фен қарастырылған. Так, мұнда мини холодильник айтылды. И шкафтың ішінде қосымша көрпе және мұнда халаттар. Және халат осылай екі түрлі полотенце беріледі. Так, санузелге обзор жасаймыз. Осындай светлый дизайнда. Унитаз, туалетный бумага, сабын сияқты ұсақ заттар қарастырылған. Сау, саламатта болайық. Ассалаумалейкум. Жалпы достар, маған одноместный номер көрсетші. Обзор қалай? Керуенші бажайында одноместный номер бар ма деген сұрақ өте көп келеді. Сол себептен қазір одноместный номерге обзор жасаймыз. Так, бізде бұл 225 бөлме. Осылай картамен ашылады. Кірген кезде осындай диван. Матрас ортопедический белді ауыртпайды. Телевизор интернетке қосылған, смарт ТВ, барлық канал көрсетіледі. Мұнда кувшин, мини холодильник қарастырылған, кондиционер бар. Одноместныйда бірақ балкон жоқ. Мұнда әдемі шкаф, мұның ішінде көрпе. Мұнда аппақ халат. Осылай екі түрлі полотенце. Сіз төлеген суманың ішіне кіреді. Енді санузелге обзор жасасақ, осындай әдемі санузел, светлый дизайнда. Фен қарастырылған. Туалетный бумага міндетті түрде беріледі. Бір адамға арналған полулюкс, одноместный. Ассалаумалейкум достар. Керуенші бажайында көптен күткен люкс номерге обзор жасаймыз. Бөлек қойған люкс. Қазір люкске обзор жасаймыз. Так, бізде бұл 329 бөлме. Осындай кілтпен ашылады, карточный. Есті ашамыз, люкске кіреміз қазір. Ішіне саламыз. Сол кезде свет жанады. Мә, достар, мұна люкс кәдімгі залтам ғой, залтам. Осындай дивандар. Очный. Мини холодильник. Осындай дизайнда шкаф. Оның ішінде халат. Арғы өтеді сондай. Диван цвет необычный екен. Мынандай бір обзор жасап жіберсен. Телевизор, смарт ТВ плюс отау ТВге қосылған. Каналдан бөлек интернетке, ютубқа кіріп кино көрсеңіздер болады. Осындай электрический чайник, кувшин. Осындай подставка. И мұнда двухспалка бар, королевский диван. Екі жағында осындай әдемі стильді тумбочка. Мощная. И әр адамға екі түрлі полотенце, аппақ халат беріледі. Двухспалкадан бөлек мұнда отдельно осындай диван қарастырылған. Матрас өте жақсы, белді ауыртпайды, ортопедический. И осындай необычный стильде диван. Енді достар, санузелге обзор жасаймыз. Санузел осындай светлый дизайнда. Кабинкасы бар осындай. Туалетная бумага беріледі. Фен обязательно. И мұнда раковина.
Жалпы осылай люкстің көрінісі. Мощный ғой, бала шағамен келсе, үлкен отбасыларға әдемі номер ғой, үлкен отбасыға. Мен міндетті түрде астына номер қалдырамын, достар. Толық ақпарат алсаңыздар болады.